2015 жылы Германияның босқындарға жұмсайтын шығыны 10 миллиард евроны құрайды деп хабарлайды немістік басылымдар. Аталған сома бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 4 есе көп. 2014 жылы елге 200 мың мигрант келіп, 2,4 миллиард евро жұмсалса, осы жылы 800 мың босқын келмек. Жыл сайын шамамен әр босқынға федералды аумағына байланысты 12,13 мың евро жұмсалады. Бұл сомаға тұрғын үй бағасы, тамақтану, қалта ақшасы және медициналық әкімшілік шығындар кіреді. Германия канцлері Ангела Меркель ел қабылдайтын мигранттарды қаржыландыру үшін салық көтерілмейтіндігін мәлімдеген еді. Еске салайық, өткен аптада Германия мен Австрия Венгрия шекарасындағы қиын жағдайға байланысты босқындарды қабылдауға келісті. Жексенбі күні кешке Мюнхенге 11 мыңнан астам мигрант келді. Оларды елдің түрлі аудандарына орналастырады. Молдова астанасында 10 мыңдаған адам көшеге шығып, ел билігінің коррупция мен әлеуметтік мәселелерді шешудегі әрекетсіздігі үшін наразылық танытуда. Акция қатысушылары ел президенті Николай Тимофтидің отставкаға кетуін және 2016 жылға дейін мерзімнен тыс парламент сайлауын өткізуді талап етуде. Үш коммерциялық банктен ұрланған миллиардтаған евроның қайтарылғандығы да тұрғындарды қанағаттандыра алмайды. Билік өзгеруі қажет. Біздің Еуропа болғымыз келеді. Балаларымыз үйде отырып, ата-аналары қамқорлық жасауы қажет. Біз ұрлықшыларды орнынан жіберіп, өркениетті ел болғымыз келеді. Абырой мен әділдік азаматтық платформасы мен оппозициялық партиялар ұйымдастырған шеру қатысушылары Молдовадағы жемқорлық билік пен құқық қорғау органдарының қолдауы арқылы дамып отыр деп есептейді. Кишиневтің орталық алаңындағы акция соңы қақтығысқа ұласып, полиция бірнеше адамды қамауға алды. Нью-Йорктің Федералды резервті банкі әлемдегі ең ірі алтын сақтаушы болып саналады. Ол жердегі бағалы металдардың 90%-дан астамы орталық банктер мен шетелдік мемлекеттерге тиесілі. Бірақ соңғы ақпарат бойынша жерасты қоймасы босап келе жатыр. Кей дереккөздердің мәліметінше 2014 жылдың басынан бері шетелдік орталық банктер Нью-Йорктің резервті банкінен 246 тонна алтын алып кеткен. Олардың негізгі бөлігі Германия, Нидерланды және Австрия еншісінде. Жақында жариялаған статистикадан 2015 жылдың шілдесінде Федералды резервті банктегі алтынның 5950 тоннаға дейін азайғанын көруге болады. Бұл соңғы 10 жылдықтағы ең төменгі деңгей.